мәдениет және білім, ал оның негізінде сол кітап оқу. Сондықтан да біз қазір осы жұмыстарды қолға алып жатырмыз. Осының аясында енді міне ұлттық құрылтайдың бірқатар мүшелері жаңа тағы бір қосымшама бастама көтеріп жатыр. Міне сол бастаманы сіздерге жариялау үшін бүгін жиналып отырмыз. Бұл бастаманың мақсаты елімізде өзіміздің авторларымыздың еңбектерін насихаттау. Көптеген елдерде осындай тамаша дәстүр бар. Ұлыбритания, Франция елдерінде түрлі сауалнамалардың нәтижесінде үздік деп аталған 200 тізімін жариялап жатады. Біз де сол дәстүрге сай өз елімізде де осындай бір жалпы ұлттық сауалнама жүргізуді бастайық деп шештік. Сол сауалнаманың нәтижесінде таңдаулы деген 100 шығарманың, туындының тізімін жасақтайық деп ойладық. Бұл сауалнаманың мақсаты жай ғана тізімді жасақтап анықтау ғана емес, ал сауалнама азаматтарды, адамдарды осы туындыларды талқылауға, авторлардың еңбектерін талқылауға шақыру, жаңа бір әдемі осындай бір дәстүрді орнықтырсақ деп ойладық. Сауалнама егов портал арқылы жүргізілетін болады. Арнайы анкета дайындалған. Кез келген еліміздің азаматы еговқа мобайл тіркеле отырып, өз ұсыныстарын, яғни 10 үздік, 10 сүйікті таңдаулы кітаптарын ұсынылады. Бұл кітаптар әртүрлі жанрда болуы мүмкін. Тарихи шығармалар, көркем әдеби, балалар әдебиеті, фантастика, детектив, тағысындағы басқа. Бірақ осы әрбір азамат өзінің 10 сүйікті кітабын атау арқылы, соның жиынтығында біз осы сауалнама нәтижесін зерттей отырып, 100 кітаптың тізімін жасақтаймыз. Сауалнама 3 ай бойы жүргізілетін болады. Оның нәтижесін біз тамыз айында Абай күнінің қарсаңында жариялайтын боламыз. Бұл сауалнаманың нәтижесі бір жағынан әрбір қазақ үйінде кітап сөресінде тұратын кітаптардың тізімін анықтауға мүмкіндік берсе, екінші жағынан сол авторлар, сол туындыларды әдеби талқыға түсіруге және де тіпті баспа жұмысына да қосымша бір жаңа бір үрдіс бере ме деп ойлаймыз. Сонымен қатар бұл сауалнама қызығушылық тудыру мақсатында, азаматтарды кең тарту мақсатында осы жобаның бірқатар серіктес қолдаушылары бар. Соның бірі Меломан кітап сату дүкендер желісі арнайы осы сауалнамаға қатысушыларға өзінің жүлделерін тағайындап отыр. Мысалға, ең жас қатысушыға немесе бүкіл отбасымен қатысып өз ұсыныстарын жіберген азаматтарға немесе белсенді қатысып жатқан аймақтарға, өңірлерге деген секілді өзінің бірнеше осындай жүлделерін тағайындап отыр. Сондықтан баршаңызды осы жалпы ұлттық сауалнамаға қатысуға шақырамын. Бұл да елімізде кітап оқу мәдениетін жаңа бір деңгейге, жаңа бір сатыға көтеруге мүмкіндік береді. Рахмет. QR код тұр. Сол QR кодты қазір сканерлесеңіздер, сіздер егов мобайлдың дауыс беру бетіне өтесіздер. Кодты тіркегеннен кейін осындай алдарыңыздан анкета шығады. Яғни анкетада сіздер 10-ға дейін өздеріңіздің таңдаулы кітаптарыңызға дауыс бере аласыздар. Оның, яғни бір адам бір дауыс, яғни кімнің қай өңірден қанша жастағы адам екенін біз нақты біле аламыз. Соған сәйкес жаңағы біздің жобаның серіктесі Меломан кітаптар дүкенінің желісінің арнайы сыйлықтарын табыстайтын боламыз. Осылай оп-оңай толтырылады және сонымен қатар тағы да айта кету керек, қазір дәл 2 жарымда кірсеңіздер, егов мобайлдың алғашқы бетінде баннер ілініп тұр. Яғни кіруді, дауыс беруді мейлінше сіздерге жеңілдетуге